Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев, бұл сағат таңдау каналы. Құрметті достар, соңғы жаңалықтарға байланысты бүгінгі видеоны түсіру керек болды десек болды. Бүгінгі біздің сұхбатымыз криптовалюта саласы, жалпы криптовалюта, биткоин, майнинг тағы да басқа. Яғни қазіргі нарықта өздеріңізде көріп отырсыздар, доллар өсіп жатыр, теңге құлап жатыр, рубль түсіп жатыр. Долларды алып тастаймыз деп жатыр, долларды наоборот қолданысқа шығарамыз деп жатыр. Болмаса басқа ұлттық бір валюта жасаймыз дегенде өсектер шығып жатыр. Енді тура осы уақытта ақшасы барлар, ақшасы көптер не істеп жатыр, және де қай жерге ақша салу керек, ақшаны немен ұстау керек. Осы сұраққа бүгін жауап беретін боламыз. Биткоин өсіп жатыр ма, құлап жатыр ма? Бір биткоин қазір уақытта 41 мың доллар, ал теңгемен есептесеңіз 21 миллион теңгеге дейін барып тұр. Яғни осы нарықта не жаңалықтар болып отыр? Өткенгі біздің видеодан кейін Криптон компаниясында қандай результаттар бар? Олжас, Нұржан деген бауырларымыз адамдар оқыты біздің YouTube каналының көрермендерін. Нәтиже бар ма? Табысқа шықты ма? Шықпады ма? Қандай минустар бар? Қандай рисктер бар? Осы сұрақтың бәріне бүгін жауап береміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Я надеюсь, что каждый из вас купит биткоин на $1. Всего $1 долбанный доллар. Биткоин 70 миллиардов долларов. Например, удельная капитализация эфириум составляет $1 миллиард на одного человека. Биткоин закрепился выше уровня 60 тысяч долларов, но некоторые эксперты прогнозируют дальнейший рост этой криптовалюты. Сұхбатымызды жалғастырайық, кейіпкерлерімізбен толығырақ таныссақ. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Нұржан. Ассалаумағалейкум. Олжас деген бауырымыз. Бізге бір бөлімге түсті бұл жігіттер, енді екінші бөлім. Бірінші бөлімде қанша адам оқыттыңдар? 150-ге жуық. 150 адамдай болды ғой. Аха, біздің YouTube-тан қанша келді? 90-100 адамдай. 90-100 адам келді. Аха. Енді біздің көрермендерге де қызық, енді биткоин, прибыль, пайдадан бұрын қанша адам результатқа шықты, қанша адам минусқа кірді біздің көрермендерге? Енді шыны керек, где-то бір 150 адамның 30 адамы мүлдем жоқ болып кетті. Андай оқымай қойды. Негізі басында кірген кезде бүкіл адам кіріп, регистрацияны өтіп, каждый верификациясын жасап, ақшасын кіргізді, шығарды деген сияқты. Кейбір адамдарда уже опыт болды, олар просто білмейтін жерлерін сұрап, ары қарай жұмыс істеп кетті бізбен даже. Кейбіреуінде связь жоқты, кейбір адамдарда. Енді өздері ары қарай алып кетті. Енді 30 адам жарайды, белгілі бір себептермен просто хабарсыз кетті. Қанша адам жұмыс істеп жатыр? Қазір уже где-то бір 70-80 адам постоянно алып сатып жатыр да. Кейбір адамдар енді біз 15 тәсіл көрсеткендіктен бір адамға инвестиция керек. Оған уақыты жоқ, ол кісінің бизнеспен или бір кәсібі бар, или бір заводы бар деген сияқты. Ол кісілерге уақыт жоқ, олар криптовалютаны бір изучать етіп алады, бізбен ақылдасып алады да, бір валютаны сатып алады, соған салық қояды, и болды. Инвесторлар бөлек кетті. Трейдерлар ол уже кәсіп ретінде қарастырып отырған, күнкөрісін қарап отырған, сондай жігіттер, қыздар, неше түрлі азаматтар бар, мықты. Қазір сделкаларды жасап, күнделікті там кейбір адамдар минимум $20 жасап отырса, кейбір адамдар бір аптада там $100, $200 жасап отыр да. Әртүрлі оборотта, енді қалталарында әртүрлі адамдардың өзінің рисктары да әртүрлі деген сияқты. Жалпы пайдаға шыққаны бар, минусқа кіргендер бар ма? Бұл өздеріңде видеода айтқан болатсыздар. Тәуекел аздау деп. Біздің көрсетіп жатқан тәсілдерде біз жалпы спотовый нарықпен үйретеміз басында. В любом случае, менің өзім ойымша, адам андай риск бар нәрсені сразу үйретпеу керек те новичокқа. Бұл тай басқан адам сияқты, баласы сияқты, ол құлайды бәрібір любой момент. Сондықтан басында риск жоқ варианттарды көрсетеміз. Яғни ондай варианттар бар? Рискқа түспеуге болады, тәуекелсіз салған ақшаны сақтап қаласыз. Криптовалютаны бесплатно да алса болады просто. Енді алғашқы пайдаға шыққандар енді үлкен нәтиже көрсеткендер қанша? Қанша дегенде қанша теңге десек болады? Или доллармен? Ол кісі жоқ қазір бүгін, бірақ ең үлкен басқа қаладан 3 миллион 200. Алматы қаласы бойынша? Алматы қаласы бойынша 1.250 деді ма? Ең төменгі? Ең төменгі дегенде тәсілдерге байланысты, мысалы ақша салмай жұмыс істеп жатқан айрдроппен, мүлдем тиын салмаған, бір тиын салмаған адамдар, олар айрдроппен тегін алып жатыр да, ана валюталарды тегін жинай болады да, ертең өскен кезде сатып жібереді. Сондайлардың арасында там 30 мың, 20 мың, 50 мың, 100 мың тапқандар бар. Ондайлар да бар. Бұл біз үшін әрине маңызды. Жалпы 150 адам оқыған, оның 90-100-і бізден келген. Қазір уақытта 30-ға жуық адам просто жоғалған, қалған адамдар тұрақты түрде кіріп шығып, сауда жасап, табыс тауып жатыр. Қазір сіздермен кейстермен де жеке-жеке таныстырамыз. Оған дейін жалпы осы криптовалюта нарығы жайлы сұхбатымызды жалғастырып кетсек. Офис құтты болсын. Әл-Фарабидің бойында, міне достық трассаның бойында форум деген бизнес-центрді айта берсем болады шығар да? Сұрақтарыңызбен келсеңіздер болады. Жақсы жерден, жақсы районнан жігіттер офис алып, команда жинап, жақсы бір компания болып баратыр екен.
Бұл жігіттер крипто саласында опыттар бар, тәжірибелері бар. Енді уақыт өте келе елдің бәрі оқытып жатқаннан кейін тәжірибемен неге оқытпасқа, неге бөліспеске деген мақсатпен шықты нарыққа, және де результаттары көңілге қонымды десек болады. Ең бірінші лохотрон емес па деген сұрақ та енді. Жаңа Қазақстан заңмен қолданылған, заңмен бекітілген салалардың бірі де. Яғни легально жұмыс істеуге болады, налогын төлеп, мемлекеттің өз пайда тауып отқан рынок қой бұл негізі. Иә, қазір майнингтің өзіне де мына ақырғы заңнамалармен майнингқа налог қойып қойды. Налогты төлемей жүргендерден, конечно, ол жақты шектеп тауып нетеді. Иә. Ал былай егер налогқа, экономикаға да өте қатты көмек ретінде налогты да төлеп жатыр. Ол енді кішкентай деп айтпаймын, бірақ істейтін адам істейді ғой, в любом случае майнинг. Бір биткоин жайы мен айтып кеттім, қанша отыр қазір? Қазір бүгінгі максимум 42-ге дейін барды, а так негізі сол 40 пен 42-нің арасында секіріп тұр, где-то 21 миллион теңгедей болып тұр ғой қазіргі бағасы. Өсті ма соңғы уақыттарда? Осы ақырғы аптада жақсы өсіп жатыр, өйткені мына Ресей мемлекеттеріне қазір қатты қысым көрсетіп, неше түрлі Adidas, Nike компаниялары, Макдональдстар бәрі шығып жатыр да. И поэтому ол нарықтан шыққан кезде адамдар ақшаларды солардың акциясында ұстады. Ол мемлекеттен кетіп бара жатқанда сен акциясын ұстап тұрмайсың ғой. Оны да алып шығып жатыр да, и ақшасын сақтайтын жер жоқ. Путин мырза енді бұл жақтан бір жақсы шешім қабылдады деп ойлаймын. Олар доллар мен евроға запрет қойып, ответный решение жасап отыр ғой, шешімді санкцияларға қарсы. Сонда енді жай адам кішкене қиын ситуацияға түсіп қалып отыр да бұл жерде. Өйткені ақшаны не істеймін, акцияда құлап бара жатыр, теңгеде, валюталарда сенімсіз болғаннан кейін көп адам криптовалютаға бері қарап, қазір криптовалюта нарығында қатты рост болып жатыр. Өсу болып жатыр. Соңғы 2 аптаның ішінде жақсы өсу болып жатыр. Өйткені қазір даже Украина мен Россия, Украинаға, например, ақшаның бәрін қазір криптовалютамен жіберіп жатыр. Өйткені ол жақта банктер істемейді. Криптовалютаның пайдасы осы. Бізде болған Дубайда премьер-министр Дубайдың толықтай регулирование өткізіп, заңмен құзырлы орган жасады криптовалютаны басқаратын. И олар, получается, қазір криптовалютаны басқарып кетіп, біз енді экономиканы түсініп отыр да, Дубай дегенде жақсы жер ғой, өте мына мұсылмандарда көп жерлер, сондықтан олар алып қазір криптовалютаны басқарып, біз дамытамыз осы саланы деп бір үлкен орган жасап отыр да. Жалпы өсу жолында десейді. Иә, өсу жолында. Енді құрметті достар, криптовалюта жайлы не екенін білмесеңіздер, биткоин деген не екенін хабарларыңыз болмаса, біздің өткен видеоларды көріп шықсаңдар болды, ссылканы төменге қалдыратын боламыз. Және де өткен видеода табыс табудың қанша жолын көрсеттіңдер? 15 тәсіл. Ішінде біразын ақшамен, біразын ақшасыз бастауға болады. Болады, ойын ойнайтындар бар арасында. Енді соның ішінде жаңағы NFT деген болды да. Көп адамға қызыққан, көп адам ұнаған, қарапайым мынандай электронный картинкаларды бәленбай миллионға дейін сатып жатқан, рекордный, енді миллиардтарға дейін сатылды да қателеспесек. Тура осы NFT-мен жұмыс істеген жігіт болды ма кейстардың ішінде? Болды, ол жігіт даже бізбен қазір бірге істеп жатыр. Біздің кураторымыздың бірі болып. Командаға алдық. Көзі жанып тұрған жас жігіт. Сол алған NFT-ні фактпен көрсетіп қоса аламыз да кадрларға? Иә, болады. Онда өзін шақырып, қазір енді сіздермен бірге сол 15 түрлі табыс тапқан адамдардың әрқайсысы қай жолмен табыс тапқан, қай жолмен прибыльға шыққан, қай жолда нені түсінгені жайлы сұрайтын боламыз. Так, сұхбатымызды жалғастырайық. Енді алғашқы кейстердің бірі NFT да, пайда. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Есімің? Али болады есімім. Жасың? 20-да. Қай қала? Алматы қаласынан боламын осы. NFT нарығына ең бірінші кіріп табыс таптың ба или басқасы нарықтан ба? Ең алғаш криптовалюта сатып алу арқылы тапқан болатын табыс. Кейін NFT-ға кіру арқылы таптым. Криптовалютадан қанша таптың? Басында 200 доллар тапқан болатын. Не саттың, не алдың? Криптовалютада Solana деген криптовалютаны сатып алып, соны профитпен сатып жібердім. Содан 200 доллар көрген болатын. Ең алғаш табысым. Одан кейін? Одан кейін NFT нарығына кірдім. NFT нарығында жаңағы өздеріңіз білетін маймылдың суреттері бар. Сол маймылдың суреттерін сатып алып. Оның арзандары сонда нарықта көп болып тұр. Арзандары иә, өте. Тек 200 доллар емес, 100 доллардан, 50 доллардан сатылатындар да бар ол маймылдың суреттерін. Соны ең алғаш мен 20 долларға сатып алдым и 300 долларға сатып жіберіп, солай профит көрген болатын. Қанша уақытта? Уақыт аралығы бір аптада болған болатын. Бір аптада? Иә, бір аптада. Бір аптада сонда 280 доллар көрдің ба сіз? 280 көрдім. Бір рет саттың ба или бірнешеуін саттың? Бір рет саттым ол кезде. Одан кейін NFT-дан тәжірибе жоқ па? Одан кейін де тағы сатып жүрмін, қазір айналысып жүрмін. Айына енді орташа есеппен 500-600 мыңға дейін шығатын кездер болады. Кей кезде там потолок дегенде. Есімің кім дедің? Али болады есімім. Али, айтылған сөздің бәріне факт пен кадр қоса аламыз ба? Қоса аламыз, әрине. Енді құрметті достар, телефонды ашып көрсетуге болады, бірақ ол жерде сапасы төмен және де камера фокус ұстамайды. Сондықтан телефонды ашып, өзім скрин жасап, запись экранын қосып,
кадрға өшіруге міндетті түрде қосатын боламыз. Жалпы кәсіп ретінде қарайсың ба? Болашақта да енді айналысуға стоит деп нәрсе деп ойлаймын. Қазір кіргенге әлі кеш емес. Ойланып жүрген кісілер болса, кеңес бересің ба? Кеңес беремін кіруге, жастарға особенно. Рахмет. Жақсы. Сұхбатыңа рахмет. Құрметті достар, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Кейстермен міндетті түрде әлде таныстыратын боламыз. Қазір кішігірім Олжас бауырымыздың криптовалюта қалай өсетінін, қалай түсетінін жайлы инсайдымен бөлісіп кетсе. Негізі жаңағы бірінші видео шықты ғой сенің каналында. Вот сол кезде көптеген адамдар былай комментарийда жазды, бізде де қатты звондап сұраған бар. Ол не вообще, ол қалай өседі деп ше. Соны мен көрсеткім келіп отыр. Мысал ретінде ше. Бұны кейбір адамдар ойлайды. Біреу отырады да компьютермен бүгін баға мынандай болады, ертең баға былай түседі. 30% көрінеді. Диктовать етіп отыр. Иә, диктовать етеді. Бұл негізі нарық диктовать етпейді, халық диктовать етеді. Халық өздері. Мысалы қалай? Мысалы мынау бір компания дейікші. Бұл компания алады да бір проект жасайды. Бұл проекттің негізі мақсаты ол жаңағы мысалы мына жігіттер білесіздер ғой, Tesla. Иә, Илон Масктың компаниясы. Осы Тесланың машинасына мысал ретінде плюс 30% мощность береді ускорениеға. Мысалы. Осы компания осы проект жасайды да, мынау бір микрочип болады, например, осы Теслаға орнатылатын и плюс 30%. Яғни мына компания мына чипті өндіреді, оны Теслаға сатады. Мына алады да, Илонға айтады, что там елеке, біз осындай продукт жасап отырмыз, осындай чип бар бізде, сенің компанияға плюс әкелетін тема. И Илон айтады, хорошо, сразу қабыл алмайды ғой. Мысалы айтады, жарайды жігіттер, давайте көрейік, испытание жасайық, примерно 2 аптадан кейін точно несін айтам, ответін айтам дейді. Олар алады да осы Теслаға запрос жібереді. Осы жіберілген запрос елдің бәрі көреді. Крипто нарықта, крипто новости дейді ғой. Криптовалюта жайлы жаңалықтардың бәрі жерде, мысалы Telegram каналдарда болады, міне жігіттер, мына компания Теслаға, Илон Маскқа осындай приложение тастап чип беріп отыр деп. Я, оказывается, 2 аптадан кейін не береді деп ше, типа ответін береді деп. Я, бұны көрген адамдар не істейді? Қалай ойлайсың? Мына компанияның чиптің бағасы қазір криптовалюта нарығында $1 болып тұрады. Ең басында шыққанда. Адамдар бәрі закупать ете бастайды. Яғни адамдар мынаны сатып алады. Адамдар ойлайды ғой, мә қазір Илон Маск я десе, мынау атады деп ше. Алады да, оны бүкіл ел әлемде қанша 1 миллиардтан астам адам криптовалютамен айналысады, 1 миллиардтың хотя бы 1000 адам алып осыны сатып алса, баға уже $1 болмайды да. Мысалы 2 аптаға бөліп тастасақ, мынаны бірінші күні примерно 1000 адам көрсе, екінші күні 10.000 адам көреді, үшінші күні 100.000 адам көреді. Оларды еще жаңағы airdropпен болады. Мысалы бірінші күні вообще мынау баға $1 болмай тұрып, оларды бесплатно раздавать етеді. Мысалы, чтобы хайп болсын деп ше. Алады да 7 күн, 10 күн, 13 күн, 14 күн сатып алады мыналардың бәрін. 14-ші күні мынау $1 болмайды уже. Мынау бір кем дегенде бір $20 тұрады уже. Потому что адамдардың көбісі уже кірді да, күтіп отырады. 2 аптадан кейін Илон Маск айтады, давайте, все, давайте дегеннен кейін жұмыс істейміз дейді. Бұл уже биржаларға шығады, биржадан уже жаңағы ICO, IDO тәсілдерімен тоже реклама жасалады. То есть бұл бағасы, вот, например, $1 примерно бір 1-2 айдың ішінде $1000 болу алуы мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы видеода Шибаны келтірдік. 1 жыл бұрын 5000 салсақ, қазір 3 миллиард теңгеге көтерілді ғой. Мынау енді прям қатты көтерілген деген әңгіме емес, но это возможно 1-2 айдың ішінде. Бұл сұрақ, бұл жауап қой, қалай криптовалюта өседі? Жалпы, иә, валютаны біреу диктовать етпейді. Яғни Америка отырып мынау өссін, мынау құласын демейді. Оны халық шешеді. Жаңа соңғы әлемде отқан жаңалықтар, нарықта болып отқан жаңалықтар, үлкен компаниялардың қосылуы, үлкен компаниялардың шығуы, жалпы мына соғыс болып отқан жағдайлар, соның бәрі валютаның өсуімен құлауына, өнуіне жалпы себеп болады. Еще мынандай вариант болады. 2 аптадан кейін алады да, Илон Маск, кешіріңдер жігіттер, келген жоқ. Оказывается, 30% бермейді екен, 1% береді екен, все, біз сендермен жұмыс істемейміз. Не істейді бұл? Қазір $20 болып тұр ғой қазір. Айтқан кезде алады да, адамдар сата бастайды. Потому что, что, нетпейді ғой. Болашағы жоқ дейді. Болашағы жоқ дейді. Бұл енді 7-8-ге түсуі мүмкін да. $ға ма? Иә, $7-8. Но бірінші кірген адамдар $1. Самый бірінші күні естегендер по-любому 7-8x уже көріп тұр. 700-800% пайда көріп тұр, например. Бірақ, мысалы мен аламда 14-ші күні кірем $20 мен. Алады да бұл баға $7-8 түсіп қалады. Мен минустамын ғой. Бірақ менде количество бар ғой.
Бол бағасы түсіп қалды, және но количество бар. Олар алады да бір примерно 2-3 айдан кейін алады да мына жігіттерге запрос лақтырады BMW-ға. Оказывается, мынаны переделали и BMW-ға келтіретіндей қылып. Олар алады да сразу давай жасайық дейді. Мынау 7-8-ден мынаған келеді. Қайтадан. Жалпы нақты ешкім айта алмайды ғой қысқаша. Айта алмайды, просто бұл жерде психология өте жақсы керек. Мысалы, адамдар бар, YouTube-тан көріп үйрене салам деген. Оларда мысалы негізі любой затты қазір YouTube-қа кіріп үйреніп алса болады негізі. Өтірік емес, шын зат, бірақ ол жерде структура жоқ. Ол жақта жаңағы психологияны айтпайды. Бірінші мынаны үйрету керек, екінші мынаны үйрету керек деп. Мысалы, біздің үйрететін тәсілдер өте оңай және өте жаңағы риск жоқ тәсілдер. Ең соңында ғана келгенде жаңағы рисковый тәсілдерді үйретеміз, бірақ ол жерде зато риск көп болса да, риск көп болады, пайда көп болады. Құрметті достар, ең алғашқы кейстардың бірі десек, яғни бұл нәтиже, результат, орысша айтқан кезде табыс тапқан адамдардың бірі. Саламатсыз ба? Саламат. Есіміңіз? Самал. Жасыңыз? 44-те. Қай қала? Алматы қаласынан. Алматының кісі бе, басқа жақтан келдіңіз бе? Астана қаласынан көшіп келгенбіз. Бұрын немен айналыстыңыз? Мен үйде отырған адаммын. Көп балалы? Көп балалы, 4 балам бар. Кәсіппен айналыспадыңыз? Кәсіппен айналысқан жоқпын. Өзім заңгермін. Криптовалюта сіздің ең алғашқы бір ақша салып кіріп отқан кәсіптеріңіздің бірі десе ғой. Бұл криптовалюта кәсіп деп айтуға бола ма? Енді ол кәсіп деп өзіме мысалы кәсіп деп айта аламын қазір. Яғни бұл жерде де риск бар, бұл жерде де тәуекел бар, пайда бар. Қанша ақша салдыңыз? 200 000 теңге салдым. Біздің YouTube-тан көрдіңіз да? Сіздің ең алғашқы сізден YouTube-та көрдім. Шешім қабылдау оңай болды ма? Біраз сұрақтар болды ма? Шешім қабылдау оңай болған уақытында әуелі алаяқта көп қой онда Қазақстан. Сондықтан бірінші әуелі сенімсіздік пайда болды. Сосын Нұржан мырзамен кездесіп, осы жаққа сыйластық түрімен араласып, шамалы жауапкершілік несін көріп, офисін көріп, содан кейін барып бетім бері қарап бұрылды. Содан кейін барып осы жаққа келуге оғындым. Қанша ақша салдыңыз ол баста? Оқумен бірге қоса 250 000 теңге салдыңыз, жоқ, қосылған сабағы. Одан кейін былай 200 000 теңге салдым. Оқуға төледіңіз, яғни одан кейін алғашқы стартқа 200 000 теңге салдыңыз. Қандай именно направление кірдіңіз? Трейдинг бағдарламасы. Оның ішінде не сатып алсаңыз? Бұл жерде енді криптовалютасымен 15 түрлі бағдарламамен ақша табуға болады. Сондықтан маған әртүрлі тәсілмен. Сондықтан мен трейдингке кірдім, маған ұнады, сол өзіме. Әрбір нәрсе әр адамға өзінің энергетикасына байланысты өзіне қабылдап алады. Таңдайды десеңіз? Таңдайды, иә. Ең біріншісі маған ұнағаны сол трейдинг сабағындағы сол алып сату. Иә, алып сату. Қысқаша айтқан кезде сауда десек болады ғой. Төмен бағада алады, дұрыс па? Жоғары бағада сатасыз. Қанша таптыңыз осы өткен айда? Өткен айда 500 000 таптым. Таза пайда? Таза пайда, иә. Алдағы айда жоспар бойынша? Енді алдағы айда бізде жоспар деп ойында болмайды, себебі бізде сабақта айтылады. Нарыққа қарап емес, сабақтарда жазылған бір күнде мысалы сонша пайыз алам, мына пайыз алам деп айтуға болмайды. 3 сделка жасаймын, 5 сделка жасаймын деп өз алдыңызға жазып қоясыз. Жалпы сделкаға байланысты пайда өседі. Жалпы ризасыз ба? Әрине. Кеңес бересіз ба? Өте. Бір тәуекел болды ма, бір риск бар ма бұл салада? Жоқ, бұл балдар бізде спотовый деген рынок бар. Сол спотовый рынок арқылы мысалы криптоның бағасы түсіп кеткен уақытта да сол бағада өзің ұстап қаласыз, алып қаласыз. Спот жайлы толық түсіндіріп кетесіз бе? Жалпы біз мұнда Самал ханым да айтып отыр, спотовый нарық деген, егер сіз даже ақшаңызды салып қойсаңыз, оның бағасы түсетін болса да, сізде алып қойған количествосы қалып отырады ғой, данасы өзгермейді. Сіз там 10 000 токен валюта алып қойсаңыз, оның бағасы түссе де 10 000 токен болып қала береді сізде. Біраз уақыт, бір апта, бір ай күтсеңіз, ол қайтаран өскен кезде сіз 2 есе 3 есе пайда алып кетуіңіз мүмкін. Яғни баға түссе де баға көтеріледі. Саны ол енді нарық болғанда нарық қозғалып отырады ғой, әртүрлі жағдайлар әсер етеді. Мысалы бізде қаңтардағы жағдайлар әсер етті, потом ақпанда мына Ресей, Украина ол да әсер етіп жатыр. Бірақ қаңтардағы жағдай бізге минусқа кетсе, өйткені майнинг Қазақстанның бойынша 2-ші орында тұрған кезде ол бәрі қорықты да, баға астыға кетті. Ал мына Ресей мен Украинадағы ситуация наоборот бағаны үстіге көтеріп жатыр. Өйткені мына Ресейде, Украинада болып жатқан жағдайлар, о жақта енді Ресейге санкцияларды қойып жатыр ғой. Санкцияларды қойғандықтан адамдар, о жақта да инвесторлар бар, көздері ашық адамдар көп Ресейде де. Сондықтан олар қазір акцияға сенім жоқ, уже акцияларда құлдырап жатыр өйткені. И валютаға, доллар, евроға запрет қойып тастады. Сондықтан еріксіз көп адам криптоға кіріп жатыр. Жалпы ақшаны алып шығудың жолы, ақшаны өсірудің жолы, ақшаны жақсы ауыстырып алудың бір жолы осы криптовалюта ғой, қысқаша соны қолданып жатыр.
Құрметті достар, енді ары қарай екінші кейспен таныстырамыз, сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Құрметті достар, енді жаңа кейс деп жатырмыз ғой енді. Қай жастағы адамдар оқып жатыр деген сұраққа да жауап беріп кетейік. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Есіміңіз? Талғат. Жасыңыз? 42-де. Қай қаладан? Алматы. Сіз енді оқуға келіп жатқан адамдардың бірісіз да? Мен былтыр келгем, бұл жерге былтыр декабрьде келгем. Сөйтіп өзім ойланып кеттім, өзім ютубтан көріп, былай басқа жақтан информация алып, өзім көрейінші бірінші деп, оқып көрейін, білейін деп. Бәрі қиын екен. Ютубтан алғанымен жаңағы басқа бір конкретно былай оқитын не болмаса, қысқа жолды көрсететін. Қысқа жолды көрсететін. Сонымен қайтып келгем кеше жігіттерге. Келсем, осындай деп отыр. Қанша ақшамен кірейін деп жатсыз енді? Ол ақшаны айтып білмеймін қанша ақшамен. Бірінші білейік та, оқиық бірінші, білейік. Одан кейін арғы шешім қабылдаймыз. Көңіліңізден шығып жатыр ма? Көңілден шығып тұр ғой бұл. Бұл шыққанына бір 2 жыл болды көңілден шығып. Жалпы жігіттер методикасы, оқыту процесі. Олар ұнап тұр. Ұнап тұр ма? Ұнап тұр. Жарайсыңдар жігіттер. Қазақша аудитория жоқ бұндай оқитын болсаң. Қазір көп жігіттер қазақтың жігіттері жүр. Қаяқтан аламыз білімді, қаяқтан үйренеміз осы биткоин, криптовалюта жайлы деп. Үйренетін болса жоқ қой дейді. Міне жігіттер тұр, үйрететін жігіттер. Ең алғаш қазақ тілінде. Ең алғаш қазақ тілінде аудиторияны үйрететін мына жігіттер тұр. Жарайсыңдар жігіттер деп отырмын, жігіттерге мотивация беріп отырмын мен де. Өзіңіз кәсіпкерсіз? Кәсіпкерміз өзіміз. Қанша жыл болды кәсіпте? Кәсіпте қанша жыл болды? Өзім біраз жыл болды, саудамен жүріп, неғып жүрміз, кәсіпке келдік қазір. Енді осы кәсібіңіз бар, енді қосымша криптоға кіріп отырсыз ба? Криптоға кіріп жатыр, Құдай қаласа. Жалпы енді нарықтың өзгеруіне бойынша бұл кісі де өзгерейін деген ниетпен келіп отыр. Жалпы жігіттер көңілден шықты дейді, үйреніп жатырмын дейді. Жалпы кеңес беріп отыр. Рахмет сұхбатыңызға. Алда уақытта результат көрсетіп, нәтиже көрсетіп жатсаңыз, үшінші бөлімде сізде бір отзыв боласыз. Сау болыңыз. Үшінші кейспен таныссақ. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Уағалейкумассалам. Қуат. Қуат, қай қаладан? Алматы. Алматы қаласынан. Кім болып жұмыс істейсіз? Енді жалпы өзім біраз салаға істеген адаммын. Кәсіпкерсіз ба? Аз мас десек болады жалпы. Қанша жыл болды кәсіпте жүргеніңізге? Біраз жыл болды. Көп емес. Жалпы енді келесі негізге көше керек жалпы. Валюта бойынша, криптовалюта. Иә, валюта бойынша. Негізі бұл ақпарат маған 17-ші жылдар келді да өзіме ше. Сол кезде бір жігіттер сатып алайық дегенде өзі мен шын айтайын. Алыс көрінді. Мен де алыс көрінді, оның үстіне бір түсінген жоқпын да. И осы биыл жылдан бастап мынандай біздер Қазақстаннан екінші орынға шықты ғой жаңағы майнинг жөнінде ше. Уже көп оқи бастадым YouTube жаңағы неден, Google'дан жан-жақтан. И сіздердің өткенде бірінші видеоларыңыз көрдім, осы сен өзің олан барын нелерін көріп жүрмін да. И бұл кісілерге сразу тіркелдім, WhatsApp-ына жаздым. Олар сосын кейін видео болды, о жерге тіркелдім. И бірінші потокта оққан жоқпын, өйткені бірінші потокта өзі артқа тартып жүрді да бірдеңе. И одан екінші потокта оқиын деп, ол кезде де оққан жоқпын. Осы бір ай бұрын ғана осы Нұржанға хабарластым, телефондары сохранить етіліп қойған ғой. 10-15 минут сөйлестік Нұржанмен. 10-15 минут сөйлестік, сол күні кешкісін жоқтық, осы офистарына келдім. Офисқа келген кезде де былай болды, общем. Не сұрақ қоянын білмей отырдым да. Бірақ ұнап отыр десеңші. Бірақ істегенге болады. И бір кісі келді, сол кісі көп сұрақ қойды да. Бұл Нұржан жаңағы қайсы былай 3 түрлі несі болады екен былай оқу. И моментально айттым мен, Нұреке болды оқимын, сіздің 3-ші VIP пакетіңізді аламын, мен жас қойыңыз деп. Енді результатқа қалай келеді? Нәтиже болып отыр ма? Нәтиже жоқ. Көңіліңізден шығып жатыр ма? Көңілден шығып. Ұнады, оқыдыңыз, енді одан кейін уже ақша салып ақшалай бастадыңыз ғой. Иә. Сол жер бойынша айта кетіңізші, қалай отыр? Ақша салғанда да осы Нұржанмен ақылдасып жүрдім. Ақша салғанда былай 2-ге бөліп салдым да ақшаны. Қанша салдыңыз? Енді салдым нормально. Ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге. Орта есеппен бір 500 мың төңірегінде, иә, төңірегінде. Қысқа мерзімдегі енді осы жақында шығардым енді. Нормально одан почти жақсы таптым одан. Қанша жақсы таптың? Қаншаның төңірегінде? Салған ақшамның, общем былайша, салған ақшамның біраз пайызын сол шығарып алдым. Қазір пайданы нақсам 300%-ті таптым. 300%? 300% салғанда мен қысқа мерзімі салдым ақшаны. Соның бір валютамен өзімен 300% таптым да, салған ақшамның 30%-ін қайтарып алдым. Көңіліңізден шығып жатыр ма? Көңілден шығып жатыр. Ризасыз ба? Ризамын. Кеңес бересіз ба?
кеңес беремін елге. Құрметті достар, енді кейбір адамдар санмен айтқан жақсы көреді, кейбір адамдар ақша тыныштықты жақсы көреді ғой негізі. Ол да жақсы, олай да дұрыс. Бірақ енді іштей қатты елдер көріп ойламасын, бір миллиондап сапсан. Жалпы кеңес беретін болашағы бар, жақсы дүние. Риск аз ба екен? Риск аз. Аз болғанда қалай бәр жерде риск болады. Қимылға байланысты десеңізші? Қимылға байланысты, сосын кейін мына бұл кісілердің, мына жігіттер молодец, рахмет айттым мына екеуіне. Бұлар жалпы үйреткен кезде андай жақсы үйретеді да. Ол сразу сені былай батыр жүрмейді да, былай лайға, суға батыр жүрмейді жалпы. Осы екі жігітке рахмет айтамын. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Келесі отзывпен таныстырсақ. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Жүсіп. Жасыңыз? 20-да. Бұрын немен айналыстыңыз? Бұрын Каспий магазинмен. Қазір соңғы жаңалыққа байланысты Каспий тоқтап тұр, иә. Сондықтан қазір оның алдында криптовалютаға қызығушылық болған менде. Сіздің каналыңыз арқылы осы толыққа келіп қосылдым. Маған ұнап жатыр. Мен тек қазір дәл қазіргі таңда тек ұзақ мерзімге алып жатырмын. Өзіңіз өзді айтып кеттіңіз, тағы да қайталап айтар. 1 миллионға жуық не алып қойдыңыз да, шиба. Валюта сатып қойдыңыз. Соның болашағына үмітті отырмын. Алдағы таңда 2024-те қателеспесем $4000 көтеріледі деген болжамдар болып жатыр да. $4 миллион бола ма? Алла нәсіп етсе болады. Жалпы нарықты бақылап, қарап уже үйреніп отырсыз ғой? Иә, жайлап зерттеп отырмын. Қазіргі таңда жақын арада трейдингке кірем. Бір 300 мың теңге төңірегінде кірсем ба деген ой бар. Қанша валюта сатып қойдыңыз? 10 шақты валюта. 10 шақты түрінен, бір түрінен 1 миллион, ең аз алғаныңыз қанша? Ең аз алғаным бір штуктан. Атом деген бір екі валюталарын алып қойдым. Үсөдәу дегенде. Енді бұл криптовалюта нарығында да, құрметті достар, кірдім табыс таптымнан бөлек, кірдім болашақта табыс таптым деген бар. Енді ол жерде қазір бізге Нұржан бауырымыз өзінің опытымен бөлісіп кетеді. Қанша ақша салып, қанша табыс тапқан. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер, яғни 120 мың салып, қалай 6 миллион деген көтеріп алды, или 28 миллион доллар көтеріп алды. Сол екі түрліне мысал келтіріп беретін боламыз. Бауырым, сұхбатыңа рахмет. Болашақтағы үмітің ақтала берсін, көтерілсін, өссін. Сау бол. Сұхбатымызды жалғастырайық. Енді болашаққа ақша салу дегенді өзіңнің жеке тәжірибеңмен түсіндіріп кетсең. Қанша салдың, қанша таптың? Енді бір кейс деп айтпай ақ қояйын, бірақ болған әңгіме кезінде 2019-да Solana деген криптовалюта шыққан кезде, Solana шықты, Binance'қа шықты, Binance биржасына. Мен сол кезде Binance биржасын жақсы зерттеп жұмыс істеп жатқам. Solana шыққан кезде бағасы где-то 0,3 болған кезде байқап, уже зерттей бастадым да. 0,3 цент, 30 центтэй болып тұрды бір Solana сол кезде. Проект ұнады, ол ана эфириум, биткоиннің енді артынан етегін басып отырған проекттар болғаннан кейін мен қорықпай 1000 дана ала салдым. 1000 штук. Количествен 1000 штук алдым, кішкене. Цифраға да есептегенге де ыңғайлы да, кішкене 1000 штуктан. Ақшамен где-то 120 мыңдай кетті. 120 мың теңге. Енді біреу тәуекел деп айтатын шығар, бірақ менің ойымша бұл как инвестиция ретінде ғана алдым. Потом где-то 3 ай өтті. 3 айдың ішінде ол бағасы, бір штуктың бағасы $3 өсіп кетті. Сол кезде өзі бір шығындар болғаннан кейін мен енді қазір өсіп тұр екен, жартысын сатып жерейін деп 500 штугын сатып жердім. Қанша? 500 штугын сол 3-5 болған кезде саттым примерно. Бұны сатқан кезде 1 миллион шықты ғой, нақты 1 миллион болып тұрған кезде саттым. Сонда мына 120 мыңның жартысын 1 миллионға шығарып алдым. Сонда мен как будто 60 мың салғандай болып қалып тұрды, ар жағы. Сон тағы біраз уақыт өтті, где-то бір 3-4 айдай өтті үстінен. Келесі уже қысқа жақын, ноябрьға таман ба, $18 дейін барды бағасы. 500 штук қалған. Иә, менде ар жағында 500 штук тұр. Мына жағындағы 500 штуктың көлемі мына жерде 5 миллион болып кетті. Бұл кезде бұл маған қатты прям андай психологияға өте ауыр екен де, сен 60 мыңның 5 миллион болып кеткен кезде өте қиын ананы. Шығарып алсам ба, қалдырсам ба деген да? Қиын да, шығарып алайын ба, қазір шығарып алмасам тағы құлап кетем екен деп. Әнді неше түрлі үреймен күрес болды да, өзіңмен нарықпен күрес, өзің күресесің де мына нәрсемен. Өзіңнің андай жадностың бар бір жағынан, аппетитің да бар деген сияқты. Шыдай алмай кеттім. Шығарып алдым. 500-ді шығарып алдым, в общем, где-то 6 миллион алдым осы позицияда. Енді 120 мыңнан 6 миллион шығардым. Мақтанатын ештеңке жоқ. Қазіргі Solanaның жағдайы? Где-то 2000, тағы бір жарты жыл өтті, 2020-да бағасы 269 мыңға дейін барды ғой, бір Solanaның бағасы $269 болып кетті. Ал менде, мұнан айтқан кезде, менде ар жағында 1000 штук болды ғой.
осыншама доллар болды. 269 мың доллар ұстар еді ғой негізі. Ұстар едім сатпаса. Шыдағанда. Бұның өзін мен былай өкінетін ештеңке жоқ. 60 мыңнан 6 миллион шығарып жатқан адам жоқ негізі жалпы. Елдің бірдің екеуі деп шығармайды да ондай нәрсенің мыңның бірі. Сондықтан бұның бәрін тәжірибе сияқты қабылдаймын. Жаңа Ұлан бауырымызға да айтып отырмын. Егер мен мына жерде шығып кететін болсам, мынау криптон да болмаушы еді, вообще в упор адамды көрмей кетуші едім деген сияқты да. Соның осындай нәрселердің арқасында мен уже өзім шәкірттеріме, жалпы осы криптовалютаны сұрақ қоятын адамдарға уже әртүрлі ситуациялармен, менде де құлаған жерлерім болды, менде де өскен ұшқан жерлерім болды. Соның бәрін мен қателерімді сіздер қайталамайтындай қылып үйретіп, қазір курс бастап, енді прям осындай результатқа апарам деп айтпаймын, но өзіңіздің ақшаңызды там 5 есе 10 есе шығару бұл нарықта спокойно жасауға болады. Сондықтан енді осылай нарық болашағы қалай болып отыр қазір енді? Жалпы криптовалютаның өте қатты өзгерістер болып жатыр. Мына Дубайдың да премьер-министрі қазір құзырлы орган құрап, осы алдыңғы аптада болған ғана нәрсе. Енді о жақта мұсылмандар көп, бізде енді мұсылмандар көп деген сияқты біз кішкене жақын түсінеміз де оның бәрін. Біз бастап кетейік, біз осыны басқарып кетейік деп орган жасағанда, ол заң шыққан кезде мен өзім қатты қуанам. Бір жерде заң қабылданса, бір жерде органдар құралса, ол уже прогресс-те дамып жатыр да, халық дамып жатыр, қаржылық сауат өсіп жатыр да, болашағы бар нәрсе. Метавселенныйлар да бар мынау. Қазір Цукерберг неше түрлі Дуровтың да валютасы шығып жатыр тон деген. Цукербергте өте көп TikTok, Instagram, Facebook бәрін қосып, қазір кешір бір метавселенный жасап жатыр. Оның бәрі бір болашаққа қадамда, кезінде фантастика болған нәрсе, қазір уже есігімізді тоқылдатып тұр ғой. Осындай мүмкіндікті жібермей, ештен кеш жақсы деген дұрыс қой. Сол қазіргі биткоин мүмкін осы видеоны түсіріп жатқан кезде бір криптовалюта шықты, соны алсаң, ол ертең биткоинді өсіп кетуі мүмкін де. Ешкім бірақ айта алмайды. Ешкім білмейді ғой. Сосын енді биткоин саласы бойынша болашағы деп отырмыз ғой. Осы жалпы криптовалютаға өзінің валютасын биткоинға ауыстырған мемлекеттер бар дедіңдер де. Я Сальвадор алдыңғы съемкада да айттық, Сальвадор мемлекеті Найбу Букеле деген президент полностью бүкіл бюджетін салып, осындай мына елде жалпы Уоррен Баффеттің сөзі бар емес пе? Покупать надо, инвесторларға айтады, покупать надо, когда проливается кровь дейді. Бұл жерде енді инвесторлардан да ятты ештеңке жоқ деп ойлаймын. Сондай болған кезде нарық қалайды, сол кезде алып алады ғой олар. Қазір енді нарықта да қарасақ, Ресейдің ана Черняк болсын, Рыбаков болсын, миллиардерлердің қазір айтатын бірақ ақылы бар, ақшаң болса, бізде түсіп жатқан компаниялардың ақшасын сатып ал деп жатыр. Ертең анау қайтаран өз орнына келген кезде, енді екі вариант бар ғой, немесе орнына келеді, ары қарай өсіп кетеді, немесе олар полностью құрып кетеді деген сияқты. Бұл жерде де біз тактикаларымызбен, әртүрлі методикамен диверсификация жасаймыз. Никада мен өз шәкірттеріме бүкіл ақшаңызды криптаға салыңыз деп отырған жоқпын. Әртүрлі портфельмен, даже біздің сабақта өз қаржылық сауатын көтеріп, кішкене өзі өмірінде өзгертіп, көзқарасын өзгертеді адамдар. Жалпы енді соңғы жаңалықтармен, жалпы әлемде не болып отыр сонымен танысатын болсыздар. Егер осы курс толығымен қызық болса, мына нөмірге хабарласып арқылы толыққанды ақпаратты алыңыздар. Құрметті достар, енді қолдан келгенше біраз затты түсіндірдік, біраз затты көрсеттік, кейіпкерлермен де таныстырдық, кейстермен де таныстырдық. Жалпы криптовалюта нарығын қолдан келгенше енді осы 20-30 минут үшін айтып бердік. Енді толыққанды ақпарат алам дегендер болса, міндетті түрде номер қалдырамыз, хабарласыңыздар. Ал енді жігіттер соңғы айтарларың? Негізі былай нарықты общий қарасақ, қай жақта ең бай миллиардерлер? Олар Америкада, Европа, Америкаларда. Неге? Өйткені оларда инвестиционный система өте қатты дамыған. Мысалы, школдарда бізде де үйретпейді, Америкада да үйретпейді школда инвестицияны былай сыртқа шығып, жаңағы басқа адамдардан үйреніп, о жақта өте жақсы дамығанда, бізде қазақтарда мынандай ұғым қалыптасып қалған, қолмен істемегенше ақша болмайды деп ше. Еңбек қана, қара жұмыспен ғана үйреніп қалған, негізі ақшадан ақша жасайды қазіргі заманда ше. Сол ақшадан ақша жасаудың ең жақсы саласы қазір осы криптовалюта нарығы болып тұр. Өйткені қазір Марғұлан Сейсенбаев ағамызды осы криптовалюта жайлы өте жақсы қозғап жатыр. Ойын өзгертті да? Или о баста кішкене дұрыс емес ойда болды ғой? Қазір жатыр. Уже криптовалютаны Ресейде даже инвестиция ретінде емес, даже кішкене ақшаны шығарып, бір жаққа ПМЖ-ға баратын болсаңыз, осы криптовалютамен шығарсаңыз болады, немесе біреуге перевод жасасаңыз, тоже ақшаны шығарғанға ұсына бастады. То есть қазір бізде Қазақстанда халықта алдында енді көтеріліс болды, қазір
көрші мемлекеттер осындай бір соғыс болып жатыр, білмейді да ақшаны қайда ұстау керек, не істейміз вообще. Ақша банктен наличка іздеп қалдық қой аяқ астынан. Қаншама банктер, қаншама нелер, бізде де мысалы российский банктердің филиалдары бар ғой, бізде де кейбір нелер жабылып жатыр. То есть уже мына қара жұмыс істеп жүр, қолмен істеп жүрген жұмыстардың көбісі жабылып жатыр да. Мысалы мына Каспийдан да достарым өзі тоже айналысады да. Қазір қиыншылық болып жатыр вообще традиционный бизнес жағында. Сонда кішкене болады ғой мынандай 100 жылда бір жақсы бір өзгеріс болады деп, осы кризис болып жатыр. Осы кризисте криптовалюта өз жақсы жағынан көрсетіп тұр. Өйткені қазір даже жаңа криптобабблс деген сайт бар еді ғой. Соңғы бір айда спад бар. Соңғы 3 ай спад. Соңғы 6 ай вообще спад. Ең міне соңғы 2 аптаның ішінде жақсы рост беріп жатыр. То есть жаңа Қуат мырзамызда Жасмин деген криптовалютамен 3-4 күннің ішінде 300% жасап алды. 3-4 күннің ішінде. Когда бізде депозиттарымыз 10-13% берсе, мына жақта 3 күнде 300% болып тұрды. То есть яғни нарық бермеген, банк бермеген проценті кішкене былай миды өзгертіп, кішкене ойды өзгертіп, жақсы жана жаққа бет бұрып, оны үйрену керек. Қазір тоже бір видео көріп кетсеңіз, 10 жыл бұрын түскен бір видео бар. Америкалық бір жігіт отырады да, просто веб камерасын қосады да, и ютубқа видео салады. Адамдар кіреді. Қазір биткоин деген шықты, бағасы $1. Алып алыңдар, ертеңгі күні маған рахмет айтасыңдар деп жатыр да. Ол жақта жаңағы бұрынғы нелерін, комментарияларын оқисың, что за фигня, типа лохотрон деген әңгімелерші. Но қазір бір биткоин $1 тұрған 10 жыл бұрын. Қазір қанша? 21 миллион теңге тұрады. То есть биткоин ғана емес, биткоинға кешігіп қалдым деп ойламаңыздар. Өйткені биткоиннан 1000 есе артық та криптовалюталар шығып жатыр. Просто бұл айтады ғой, вопрос времени. Арада 1-2 жыл салып, 10 жыл салып, бұл биткоинта секіріп кетуі мүмкін. Қазір 1 теңге тұратын криптовалюталар бар. 1 теңге тұрмайтын да криптовалюталар бар. Тегін беріп жатыр. Тегін беріп жатыр, Мысалы алдында ғана 2 күн бұрын аирдропқа қатыстық, просто так репост жасай салдық, бізге $300 аударып жіберді криптовалютамен. Ертеңгі күні ол 1000 есе өссе $300,000. Еш нәрсе салған жоқ, мен просто репост жасай салдым, болды. Крипто бесплатно береді деген осы тема. Сондықтан да жаңағы 10 жыл бұрын айтқан сияқты, жігіт сияқты бізде сіздерге айтып отырмыз, криптовалютаға кіріңіздер, ертең рахмет айтасыздар. Өйткені Қазақстанда бұл сала өте дамымаған, қатты дамыған вообще. Америка мен Европаны қарасақ, таң қаламыз да. Біздің енді ешқай жеріміз кем емеспіз. Және де біздің криптон компаниясының бір жақсы жаңалық бар. Бұл жаңағы Binance деген платформа. Әлемдегі номер 1 топ-1 биржа бізде. Жалпы біз осы курсты бастаған кезде былтыр сразу бүкіл жақтармен жүреміз. Енді біз поточный адамбыз да, ана жақты көру керек, өйткені әртүрлі нәрселер болып жатыр, жаңалықтар шығып жатыр. Соның бәрін біз фильтровать етіп отыру керекпіз де, өйткені өзіміздің шәкірттерге ең актуальный ақпаратты беру керек те. Сол үшін біз Binance-ға да шығып отырдық, басқа да биржаларға шығып отырдық та, қазір бұйырса былтыр сөйлестік, келісіп, уже официальный партнер болғалы жатырмыз Binance компаниясы. Бұйырса. Енді оларда қазір мындай жағдай болып қалды. Ол жаққа Binance-да ешкім кінәсі жоқ, бұл жерде Украинада, Россияда енді осындай жағдай болып жатыр. Енді ол политикаға біздің кірісетін немен уақытқа емес дейсіз ғой, бұйырса официальный партнер боласыңдар. Бұйырса солмен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Әртүрлі көп жоспарларымыз бар. В принципе, трейдингпен де үлкен бір команда жинап жатырмыз. Өзіміздің шәкірттерді үйретіп, бұл жерде главное бізде орта жасау ғой. Орта болса адамдар, крипто комьюнити ғой, бірінші қазақтың крипто комьюнити. Және де осы NFT саласы дамып жатыр ғой. Бізде бұл Binance-пен партнер болатын себептің ең жақсы плюсы, бұл бізге жаңағы Binance-ның өзінде NFT-ді сататын маркетплейс бар. То есть қазір мысалы сен товарыңды Каспийға шығарып қойған деген сияқты ғой, или Wildberries-қа шығарып қойған деген сияқты. И елдің бәрі сол жақтан алады, например. Ал криптовалюта әлемінде NFT-дің көбісі осы Binance платформасында өзінің маркетплейсінде сатады. Өзінің маркетплейсінде сатады, и бізге Қазақстан бойынша бізге беріп жатыр, доступ беріп жатыр. Біз өзіміздің NFT-мізді салып сата аламыз Binance-ның өзінде. Ал қазір жаңа Binance-пен емес болса, басқа жаңағы сайттардан нетіп, ол үшін ақша төлейді NFT-ді салу үшін. Ал бізде бұл прямой доступ беріп отыр да. Сондықтан да біз шәкірттерімізді кейін тоже NFT үйреткенде біз арқылы сразу напрямую Binance-ның платформасына салып жатыр. Шәкірттерінің коллекциясы деп. Курстың бағасы қаншадан басталады? Курстың бағасы енді қазіргі
заманға сай біз де түсініп отырмыз, қаржылық қазір қиыншылық болып жатыр, кризис болып жатыр, сондықтан да бағасын жақсы түсірдік. Қазір бастапқы стартовый бағамыз 75 мың. Қанша пакеттен тұрады? 3 пакет болып тұр қазіргі тұрғада. Старт, Pro, VIP. Оның ішінде старт пакетінде 30 сабақ болады, Pro пакетінде 60 сабақ болады, VIP пакетінде уже 90 сабақ болады. Жалпы платформа ішінде болады. Платформаның ішінде алдында енді біз күйген үрлеп ішеді дейді ғой. Бізде бірінші потокты өткіздік. Әртүрлі проблемалар болды, әртүрлі біреуге ыңғайсыз болды. Бізде 3 сағаттық видеолар болды ғой, прямой тікелей эфир онлайн форматта. Сондықтан адамдарға кейбіреуіне ыңғайсыз болды уақыт жағынан, кейбіреуінен ауыр болды, өте көп ақпарат беріп отырдық та. Енді біз қазір форматын өзгертіп 90 сабаққа бөліп қосып үстінен тағы да әр адамның уже көзқарасы әртүрлі, 5 саусақ бірдей емес. Біреуге трейдинг ұнаса, біреуге майнинг керек, біреуге инвестирование жақын, бөліп дайындап қойды дейсіздер. Дайындап уже ыңғайландырып жасап қойды. Құрметті достар, толыққанды ақпаратты мына номерден аласыздар. Торос видеоның астында ссылкаларды қалдырамыз. Инстаграм, Телеграм, сайттарды бәрі платформалар тұрады. Тіркеліңіздер, егер ұнаса, көңіліңізден шықса, бүгінгі видео болмаса бір ойланып көрем десеңіз, мына номерге хабарласыңыздар. Основной ссылка сол не, жаңағы WhatsApp-тың ссылкасы. Сосын звондаудан бұрын WhatsApp-қа жазыңыздар. WhatsApp-қа шығыңыздар, құрметті достар. Видеоны olsa лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатты болыңыздар. Сен мен үшін армансың, жанды жаулап алғансың, арманым боп қалғансың, ер көзің